Әсіресе теңіз асып, тау басып келген импорттық өнімдерге құмармыз. Сухофруктыға құмарлардың құлағына алтын сырға. Олардың басым бөлігі қауіпті ауруларды тудыруы бек мүмкін екен. Сондықтан да абай болғанымыз жөн. Күнделікті дастарханымыздан үзілмейтін жаңғақ расында да қауіпті ме? Бұл туралы видеоның соңында айтатын боламыз. Қазақстанға негізінен кептірілген жемістер Аргентинадан, Қытайдан, Үндістаннан, Тәжікстаннан, Өзбекстаннан әкелінеді. Олардың басым бөлігі елімізде толық тексеруден өткізілмейді. Оның салдары да ауыр болуы мүмкін. Шетелден әкелінетін өнімдердің ішінде ең қауіптісі жаңғақ болып отыр. Өйткені жаңғақ құрамынан бауыр обырын тудыруы мүмкін токсин табылды. Мұндай сұмдық жаңалықты Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің ғалымдары көп жылдық зерттеуден кейін осындай қорытындыға келген.